Құрметті достар, бүгін міне мына халық арасында вертолет деп атайды. Рульдің астында тұратын, дворникті қосатын, фараны қосатын светті, сосын поворотқа жағатын құрылғы. Осының мына фарды қосатын және поворот жағын қосатын несін жаңасына ауыстырамыз. Батарейдікі, Audi 80 батарейдікі тұтас болады. Дворнигімен мына несі аварийный қосатын, сосын мына жарық сөндіретін, сосын жарық жағып сөндіретін, сосын поворотник барлық тұтас болады. Батарейдікі. Мынау B4-дікі. Батарейдікіні салғанбыз. Себебі батарейдікі комплектімен табу өте қиынды қазір. Бұлар бөлек-бөлек сатылады. B4-дікі екіге бөлінеді. Қазір сіздердің көздеріңізше екі жағын бөлеміз. Енді мына көздеріңіз көріп тұрғанда міне оң жағы көбінесе кетпейді. Дворник қосатын жағы оң жағы. Көне түрімен тұр. Сол жағы жаңа. Көріп тұрсыздар ма? Бар болған 2 жыл пайдаландым. Бірақ 2 жылда уже менде әртүрлі мәселелер туындайды. Кейде жарықты жақтым деп ойлаймын, бірақ ол жарық жанбай қалатын жағдайлар болады. Іште отырып білмей қаламыз жарықтың жанған жатырған. Және поворотниктер бір қосылады, бір қосылмайды. Бұрылған кезде сондай мәселелер туындап жүр. Сондықтан мен алмастырып тастауға бел будым. Енді екіге бөлеміз. Мына екіге бөлінеді. Оң жағы бөлек алынады, сол жағы бөлек алынады. Ол үшін артын қараймыз. Артында темір бар. Хамут сияқты қысып тұратын рульдің несіне қысып тұратын темір бар. Сол темірді бірінші алып тастаймыз. Сосын мына 2 шурупты ақтамыз. Мына астыңғысы сыртқы корпусты ұстап тұрады. Бұл артымыз, бұл астыңғы жағынан артығымен шығып тұр. Бұл артығымен шығып тұрған жері пластмасса сыртында қорғаныш бар, ол астыңғы қорғаныш. Соны ұстап тұру үшін арналған. Бұны тек жоғарыға итер жүрсек жеткілікті. Шығады мінекей. Мына аламыз да мінекей шықты. Яғни мынадай үйрек ауызбен немесе ысқылыпсымен тартып аламыз. Шықты. Келесі, мынаны ақтамыз. Бұл мынақа белгілі тұр. Бұны ақтамыз да, яғни бұны да тартып шығарып аламыз. Енді қараңыздар, екіге бөлінеді. Екіге бөлінді. Бізге керек жағы мына жақ. Жаңасын тұрамыз. Жаңасы. Suratını. Aşağıya сап қойымыз. Сыртында қорғаныш қабатын бірге қойымыз. Oldu енді машина саламыз. Жаңасы.